армысыздар, сіздермен бірге мен Бесғой. Бұл видеода біз 190 алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау міне мындай есептер келеді. Бұл жиынтық бағалауда алгебралық бөлшек үшін дейтін жерде айнымалының қандай мәнде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Бізде бөлімі нөлге тең болмау керек, сол кезде анықталады. 3х минус 9 тең емес нөлге. 3х тең емес 9-ға, x тең емес 3-ке. Енді қараңыз, тексерсек, 3 көбейтілген 3 минус 9 нөлге тең болып қалады. Ал бізде бөлімі нөлге тең болуға болмайды деген ереже бар. Сол үшін де а 3-ке тең болмаса. Айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады дейді. Бұндай кезде біз не істейміз? Былай жазамыз оны. Так, 5х қосылған 6 тең 0-ге. Енді 5х тең минус 6-ға, x-іміз тең минус 1/2-ге. X-іміз минус 1/2-ге тең болғанда бөлшектің мәні 0-ге тең болады екен. Осындай жауабымыз бар. Өйткені үсті 0 болса, 0-ді санға бөлсек 0 шығады. Осылай жауабы осылай міне. x қысқаша жазып кетейін. Рисование. Бұның жауабы x тең болса минус 1/2-ге. Екінші тапсырма, амалдарды орындаңыз дейді. Бұл жерде қалай амалдарды орындаймыз? Бөлім береді. Тең солай жазып қойық. Ортақ бөлім береміз. Минус а плюс боласын. А квадрат плюс б квадрат солай жазып қоямыз. Астын ашып жазамыз. Бөлімін а минус б, а плюс б деп ашамыз. Минус емес, енді мына минусты плюске айналдырып жіберіміз керек, өйткені сәйкес келмейді. Мына жерде минус 1-ге көбейтсек, мына жерде минус 1-ге көбейтсек бөлімінде. Сонда алымын минус 1-ге көбейтсек, мына плюске айналып кетеді. Алымын минус 1-ге көбейткен кезде мына плюске айналады. Ал бөлімін көбейтсек, мыналар орындарымен алмасады. Сонда бұны солай жазамыз, мына плюс қыламыз. Енді а минус б деп жазамыз. Қосу б бөлінген а плюс б. Енді ортақ бөлім береміз. Мына жерде қайсысы бар? А минус б бар, а минус б. Өз-өзіне бөлсек 1 болады. Мына жерде мына қысқарып кетеді, сонда мына жерде а плюс б қалады. Көбейткенде мына жерде а минус б. Тоғыш көбейткіші. Енді осыларды мыналарға бүйтіп көбейтеміз. Кеттік. Былай жазып тең дейміз. Тең сосын ұзын бөлшексіз қысамыз. Бөліміне а минус б, а плюс б деп жазып қоямыз. Ал мына 1-ге көбейтсек, а квадрат плюс б квадратын өзін жазып қоямыз. Енді тоғыш көбейткішті ал мына көбейтеміз. Сонда мына плюс жазамыз. Плюс аб қосылған б квадрат. Енді плюс жазамыз. аб минус мына плюс көбейтсе минус болады. Минус б квадрат болады. Мына қысқартатындарды табамыз. Мына қысқарып кетеді. Мына екеуі қосылады. А мен б, а мен б сонда тең. Бұл қай формаға келіп тұр? А минус б, а плюс б. Енді а квадрат, а мен б қосылып кетсе, қосылып кетсе, олар 2 еселеніп кетеді. Қосу 2 болып кетеді, 2 а болады. Ал екеуді көбейту болса, ол уже квадрат болып кетеді. Бірақ жерде қосу болған соң, ол болса 2 деген сан жазамыз. Өйткені 2 бір-біріне қосылып кетеді. б квадрат мына жерге жазсақ, б квадрат ол сонда мына формаға келіп тұр. А плюс б-ның квадрат деген. Енді сонда а минус б мен а плюс б мен біреуі қысқарып кетеді. Мына бір дәрежесі сонда тең а минус б, а плюс б-ның өзі қалып қояды екен, достар. Бұл бізде аның жауабы. Қысқартып жазып қояйын жауабын. Рисование. Тең қандай жауабы? А минус б, а плюс б. Осындай жауап шығады 2-ның астында. Енді б-сын шығарамыз. Б-сын былай шығарамыз. Мына бөлімдер көрмей алған ғой. Бөлімдер қайда? Дұрыс. Так, достар, жалғастырамыз.
бұл жерде мына бөлімдері осылай екен. Газмомер ерекшелендіріп қояйын. Мынаны жалғастырып жазып кетеміз. Тең мына өзін жазып қоямыз. 2xy квадрат 3x минус y. Енді мына бөлу көбейтіп кетеді. Алма бөліміне алманы алмасып кетеді. xy куб 9x квадрат минус y квадрат көбейтілген 2y 3y қосылған y болады. Енді бұл жерде бірден қысқартып жібереміз. Мына x пен мына x, мына y-ні 2 дәрежесі, мына y-ні 3 дәрежесі, y-ні өзі алып қояды. Мына y пен мына y 3x пен былай қысқарып кетеді, тек 3x қалады. 3x пен 3x қысқарады. Так, сосын қайсысы бар тағы? Мына бір y пен мынау кетіп қалады. Мына минус y пен мына минус y кетіп қалады. Тең 2 мен y-ні көбейтсек 4-тің өзі қалып қояды екен. 4 қалады. Енді үшінші есепті шығарамыз. Өрнекті ықшамдаңыз. Бұл жерде былайша ықшамдаймыз. Жақшан саламыз. А-ның астында 1 бар деп ойлаймыз. А минус а бөлінген 1 минус а плюс б квадрат плюс б квадрат деп тұр. Жақшан жағамыз. Б бөлінген 1 қосылған а минус б ның 2 бөлінген а минус б болады. Тең дейсіздер. Мына жерге ортақ бөлім берсек, бұның ортақ бөліміне 1 болғасын а минус б дейді. Так, а минус б-ны 1-ге бөлсек а плюс б болады. Енді мына өзіне а плюс б-ны а плюс б-ға бөлсек 1 қалады, өзіне бөлсек. Енді соны жазып қоямыз. А плюс б а квадрат плюс аб минус а квадрат плюс б квадрат болады. А жоқ, есіме түсіп кетті ғой. Мына минус мыналарға да әсер етеді ғой. Сол үшін мына минус а квадрат минус мынау да минус б кетеді, минус б квадрат болады. Минус б квадрат минус б квадрат болады. Көбейтілген. Мына ортақ бөлім береміз. Оны беру үшін мынаны кері айналдырамыз. Так, бұдан 1 минус 1-ге көбейтеміз. Сонда минус 2, так, минус б минус а болып кетеді. Минус 1-ге көбейтеміз. Нерма сонда оның ортақ бөлімі мына жерде минус а болады. Ал мына жерде 1-дің өзі алып қояды екен. Тең, сол кезде а квадрат плюс аб минус а квадрат минус б квадрат а плюс б көбейтілген. Так, көбейтілген б минус а, аяқта минус а минус 2. Сонда бізде не қысқарады? Мына минус а мен мына минус а кетіп қалады. Так, мына а квадрат пен мына а квадрат кетіп қалады. Мына б мен мына б кетеді, мына а мен мына а кетеді. Мына 1 дәрежесі мынау кетіп қалады. Сонда бізде қандай жауап қалады? Мына бағалар мынау да қысқарып кетеді, мынау да қысқарып кетеді. Сонда соңында 1 қалады. Сонда жауабымыз 3-тің жауабы 1-ге тең. Бұл біздің ЖБ 490 алгебраның жауаптары. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қарағандар үшін рахмет. Комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.